CV-ді көпшілік көк жәшіктен көргенімен әншінің табысы өнер жолынан емес. Ауқатты әулеттің ерке қызы үшін шоу-бизнес көп хоббидің бірі ғана. Ал ән жазу мен клип түсіруге жұмсалған қаржы қайдан келеді? Махмудтың қызы өзінің кіріс көзі жайлы ашып айтты. Шығармашылыққа кететін шығынды өтейтін табыс көзі CV-дің жеке мейрамханасы екен. Махмуди өнерден қол үзсе айналысар кәсібім бар дейді. Өйткені аталған бизнеске өзі би, өзі қожа. Тәжірибесі де жеткілікті. Ресторанный бизнесте управляющий ретінде өзім қолымнан келеді енді. Білмеймін, қатты ұнайды жүргізген. Сағынып, депрессияға кіріп, жылаған күндерде болды шыны керек. Өйткені өнерден бөлек бұл бизнеске де үйреніп қаппын. 3 жылдан асты ғой. Ағасы мен ән салған Заңғар да болашақ бизнесмен. Әнге деген құштарлық оның тек хобби ғана екен. Өнер саласы мен жаңағы басты немес, мақсатым емес, мен басқа да жұмыстарым бар. Адам баласы барлық салада өзін көру керек. Негізі қазір көп сұраныс жоқ, бірақ алдағы уақытта көре жатармыз. Айдарбековтар әулетінің кенжесі Пекинде 5 жыл білім алған. Мамандығы логист инженер. Бизнеске бейімі бар жігіт келешекте табысты кәсіпкерлердің тізімін толықтырса, таңғалмаңыз. Көп сөйлейді, енді қайрат ашып жатқан шығар, қайрат бүйтіп жатқан шығар, бірақ таңғаламын мен өзім. Өздері әйтеуір тіртінектеп жинап, өздері ашып тұр. Соңғы жылдары көкжәшікте көрерменнің көзайымына айналған Жұлдыз Әбдікәрімова да мансапты биік қойған емес. Қайрат жұбайының үйде отыруын қаласа, ол тап қазір телевизиямен қоштасуға тас түйін дайын. Қарай жұмыс істеймін ба, істемеймін ба, диктор болам ба, жоқ жүргізуші болам ба, кім болып ары қарай жұмыс істеймін, ол белгісіз болып тұр. Бұл Қайратпен ақылдасатын, отбасымызбен ақылдасатын дүние. I'm